Жерде елін қорғап терлеген, батырлар бұл жерде намыс қолдан бермеген. Жерін қорғап қазақ жауға қылыш сермеген. Қазақстаным, Қазақстаным. Ал қазір мақтаныш бізге қазақ даласы. Байлығы молдағы бар жау жүрек баласы. Арманға бастаған құрылған көп қаласы. Қазақстаным, Қазақстаным. Қазақстан, самға Қазақстан, Қазақстан, жаса Қазақстан, Қазақстан. Байлығым менің тәуелсіз елім ала. Қазақстан, Қазақстан, самға Қазақстан, Қазақстан, жаса Қазақстан, Қазақстан. Байлығым менің тәуелсіз елім. Баршаңызға мәлім, 1995 жылы 1 наурызда Қазақстан Халқы Ассамблеясы президент жанындағы кеңес мәртебесімен құрылды. 2007 жылы Конституциямызға енгізілген өзгерістерге сәйкес Қазақстан Халқы Ассамблеясы деп өзгертілді. Өйткені негізгі заңымыздың преамбуласы біз тарихи тағдыр біріктірген Қазақстан халқы деп басталады. Көзделген негізгі мақсат қазақстандықтардың санасына бір отан, бір мемлекет азаматтарымыз деген ойды сіңіру. Мұнда көп немесе аз ұлт өкілі деген түсінік жоқ. Халқның мақсатлары ватан muhabbati, el birligi, tinchligi, dillarida jo bo'lgan hamyurtlarimiz ushbu shonli tarixning zarvaraqlariga o'zlarining munosib ulushlarini qo'shishmoqda. Turkiston shahrida yangidan bo'y ko'targan Do'stlik uyining prezidentimiz tomonidan ochilishi xalqlar orasidagi do'stlik va birlikni, vatanparvarlikni kuchaytirib, albatta har bir millatning madaniy rivojlanishiga o'zining hissasini qo'shadi. Qasrli Turkiston жеріне kelib o'tirim, arnay taqdim etу үшін. Endi barchangizga, әсіресе ардагерлерге алғысымды білдіргім келеді. Бүгін біздің жастарымызға үлгі өнеге көрсетіп жатсыздар. Біз бәріміз бірігіп, ел үшін, мемлекет үшін жұмыс істеуіміз керек. Сырттан келіп жатқан тәуекелдер аз емес. Болып жатқан ахуал жақсы білесіз. Ең алдымен біздің халқымыз жақсы, көп ұлтты халық, сондықтан бәрі дұрыс болады. Енді қарасаң, Түркістанның келбеті керемет, абаттандырылды, қала таза. Біздің тұңғыш президентіміздің Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың арқасы, енді ашық айту керек. Сондықтан бәріміз бірігіп, ел үшін, мемлекет үшін жұмыс істеуіміз керек. Апатпен күресу жолында өзбек этномәдени бірлестіктерінің мүшелері қалыс қалмай, тікелей атсалысты. Кәсіпкерлер мен волонтерлар қиын жағдайда тап болған қазақстандықтарға қайырымдылық көмек көрсетті. Осы орайда Бахадыр Рисметов, Тахирбек Нишанбаев, Хасан Шариповтың риясыз еңбектерін ерекше атап өткім келеді. Рахмет сіздерге. Ал Икрам Акрамұлы Хашимжанов Өзбекстан Республикасының мемлекеттік наградасы достық орденін алғаны екі елдің мызғымас ынтымағын нығайту жолында жасалған жұмыстың оң нәтижесі деп білемін. Үлкен марапатыңыз құтты болсын, Икрам Акрамович. Жалпы еліміздің өркендеуіне үлес қосып, Қазақстандық бірегейліктің өнегелі үлгісін паш ететін өзбек этномәдени бірлестіктердің барша өкілдеріне алғыс айтамыз. Бүгінгі өтіп жатқан іс-шараның осындай бір рухани астанада, руханияттың ордасында өтіп жатқанның өзі үлкен бір символикалық мәнге ие. Кеше ғана мемлекет басшысы келіп, осы Түркістанда көптеген жаңа орындарды ашып, халық игілігіне тапсырды. Соның ішінде бірегейі осы достық үйінің тапсырылуы. Марат Алмасұлы, өзіңіз қабылдап алдыңыз. Алдағы уақытта осы еліміздің ынтымағы, достығы үшін, бауырластығы үшін қызмет ететін орталардың бірі болсын.
Qozog'istonlik o'zbeklarga ko'rsatilgan shunday bir hurmatni, e'tiborni mana shu yerdagi o'zimizning urf-odatlarimiz, madaniyatimiz, tilimizning ulug'lanishidan ko'rsak bo'ladi. Bugungi kunda yuqori minbarda Qozog'iston Respublikasi parlamenti deputatligida o'zimizdan oldingi kelayotgan ustozlarimiz Ro'zaqul Xalmurodov, Faxriddin aka Qaratayevlarning yo'lini davom ettirib, shonli bir shunday yuqori cho'qqilarda ishlash bu nafaqat bizga bugungi kundagi o'zbek, qozog'istonlik o'zbek millatiga ko'rsatilgan yuqori ishonch, yuqori baho deb bilaman. Hurmatli qonaqlar, hurmatli do'stlar, sizlarni bugun o'zbek xalqining tili, madaniyati, jani sog' dasturlari xalqaro merakamisin qarshi olib rutba ega bo'ldim. Qozog'iston Respublikasi O'zbeklarning Do'stlik etno-madaniy birlashmalari uyushmasi tomonidan tashkil etilgan bugungi rasmiy marosim ikki mamlakatlar uchun juda muhimdir. Mana shunday uchrashuvlarda xalqlarimizning o'rtasidagi ko'p asrli do'stlik va hamkorlik aloqalarini yanada mustahkamlashga, bizlarning umumiy maqsadlarimiz sari birlashtirishga xizmat qiladi. Muhtaram prezidentlarimiz Shavkat Mirziyoyev va Kasim-Jomart Kemalievich Tokayev siyosiy irodalari tufayli ikki tomonlama munosabatlar to'liq strategik sheriklik va ittifoqchilik darajasiga olib chiqildi. O'zbekiston va Qozog'iston mintaqadagi yetakchi davlatlar sifatida jahon hamjamiyatining alohida e'tiborini qozonmoqda. Qozog'iston Respublikasining o'zbeklarning do'stlik etno-madaniy birlashmalari uyushmasi faoliyat o'zining yuksak mahorati va tashabbuskorligi bilan alohida e'tirofga sazovor bo'lib kelmoqda. Ota-bobolarimizning asrlar bo'yi yaratgan merosidan bahramand bo'lish har bir shaxsning muqaddas va sharafli burchidir. Ming yillardan beri avloddan avlodga o'tib kelayotgan qadriyatlarimizni bugungi kunda ko'z qarachig'iday asrash, ayniqsa bugungi kunda dolzarb masalalardan biri bo'lib turibdi. An'analarimizni, qadriyatlarimizni asrash biz uchun qarz ham farz bo'lsa, uni kelajak avlodlarga bekamu ko'z uzatib berish bizning zimmamizda turgan ulkan vazifalardan biridir. Endi sendek janonim, endi sendek eng keragi bizning bu tadbirimiz elimizning tinchligi. Bizning mana prezidentimizning dono siyosati orqali elimizda tinchlik yurt bo'lyapti. Bundan buyoq ham elimiz har doim tinchlik bo'lsin. Faqat bayramlarda bosh qo'shish nasib etib, bayramni birgalikda hammamiz birdamlikda yaxshi o'tkazib olaylik. Bayram muborak bo'lsin millatdoshlar. Amir Temur bobomiz Turkistonga kelgan paytda bu yerda Pir Xo'ja Ahmad Yassaviy to'g'risida eshitib, shu yerga bir maqbara qurdirish vazifasini hammaga topshirgan. Butun dunyodan kelgan ustalar maqbara qurilishi bo'lgan paytda, qurilish bo'lgan joyda har xil hunar rivojlana boshlaydi. Bu yerda g'ishtlar qo'yildi, qozon tayyorlandi. Qo'yingki, mana hozir oldimizda turgan mana shu ko'hna vazalar, mana aravalar, hammasi ustunlar, butun dunyo ustalari yig'ilib Turkistonniki ma'naviy, ruhoniy bir poytaxt bo'lishiga shu paytda asos solingan desak mubolag'a bo'lmaydi. Bizning maqsad mana shu film orqali o'zimiz Qozog'istondagi ko'p millatli Qozog'istonlik birgalikni rivojlantirib, millatlar do'stligi va san'atimiz, madaniyatimizni, ruhaniyatimizni kelajak avlod yoshlarga taqdimot etish bo'lib hisoblanadi. Kеңес одағының қайта құру саясаты жүзеге асып, тәуелсіздік желі соға бастаған бір кезеңде қазақстандық өзбектерде өз мәдениетін ұғыну, тілі және салт дәстүрлерін сақтау және дамыту мақсатында елімізде алғашқылардың бірі болып өз бірлестігін құрды. 1989 жылы 28 қарашада Шымкент қаласындағы облыс филармониясы ғимаратында өткен алғашқы құрылтайында Шымкент қалалық өзбек мәдениет орталығының негізі қаланды.
Бұл беделді жиналыста облыс және қала атқару комитетінің төрағасы өзбек ұлтының жанкүйерлерімен бірге көрші Өзбекстаннан келген қонақтар да қатысты. Құрылтай жұмысында қоғамдық ұйым құру мәселесі бір дауыспен мақұлданып, Өзбек мәдениет орталығының басқару органы және тексеру комиссиясы мүшелері сайланды. Сонымен қатар орталықтың қаулысы және жұмыс жоспары бекітілді. Құрылтайды шақыру және Өзбек мәдениет орталығын құруда сол кездегі облыстың бас имамы Шүкрулла Қажы Мұхамаджанов, ұлтжанды басшы Ергаш Юлдашев, облыс филармониясы директорының орынбасары әйгілі цирк әртісі Икрам Ниязов, зиялы қауым Сабиржан Нұрматов, Абубакыр Карахуджаев, Ешпулат Қырғызбаев, Фархат Асилов, Турдали Усманов, Ерисмат Юнусметов, Закиржан Моминджанов, Бегмат Турдықұлов, Дониш Маннатов, Файзулла Икрамов, Ғайрат Қырғызбаев және басқалар ат салысты. Шымкент қалалық Өзбек мәдениеті орталығының төралығына физика-математика пәнінің кандидаты, Шымкент педагогика институтының аға мұғалімі Сабиржан Нұрматов сайланды. Қалалық Өзбек мәдениеті орталығы жұмыс жоспары мен қаулыға сәйкес жұмыс жүргізе бастады. Өзбектердің үлкен бөлігін құрайтын Сайрам және Түркістан аудандарында, облысымыздың басқа аудандарында да бірінен соң бірі Өзбек мәдениет орталықтары ашылып, өз жұмыстарын бастады. Облыстағы өзбектердің негізгі бөлігі Шымкент, Түркістан, Кентау қалаларында және Сайрам, Төле би аудандарында орналасқан. 1989 жылы Шымкентте қалалық Өзбек мәдениет орталығы ашылып, 1992 жылы облыстық болып қайта құрылды. 1992 жылы Махамад Расулов, ал 1999 жылы Икрамжан Хашимжанов, 2017 жылы Бадреддин Нишанқұлов, 2024 жылы Бахадыр Ирисметов облыстық Өзбек мәдениет орталығының төрағасы болып сайланды. Ал 1996 жылы Қазақстан Республикасы Достық қоғамдастығы құрылып, алғашқы төрағасы Бахтияр Қадербеков сайланды. Одан соң Азат Ташпулатов, Розақұл Халмурадов, Рахмаджан Абдусаттаров, Ғафур Қасимов және қазіргі күнде Икрамжан Хашимжановтар басшылық етуде. Басында 3 аймақта Алматы, Жамбыл, оңтүстік Қазақстан облыстарында аймақтық болып құрылған болса, кейінірек республика мәртебесін алу үшін 7 облыста құрылды. Бүгінгі таңда Түркістан облысы Өзбек этномәдениет бірлестігі құрамында 31 мүше болып, онда ақсақалдар, әйелдер, жастар, кәсіпкерлер, спорт, мәдениет шығармашылық бөлімдері халық игілігі үшін қызмет жасауда. Бұл қоғамдық бірлестік ұлтымыздың тілі, мәдениеті, салт дәстүрлерін сақтау, ұлтаралық және конфессия аралық татулықты да нығайту үшін қызмет етеді. Беріктік, бейбітшілік үстемдік еткен елдің үздіксіз дамуы, экономикалық өсуі, көзделген мәреге жетуі сөзсіз. Құрмет жерлестер, бүгін мына енді рухани астанамыз Түркістанда бәріміз бас қосып отырық қой. Бұл енді кеше президентіміз келіп ынтымақ үйін ашты, достық үйін ашты. Бұл деген үлкен саясат. Мына біздер енді көрші мемлекетпенен барлықтарымен тату тәтті өмір сүріп жатырмыз. Тәуелсіздік мемлекеттің арқасында. Оның үстінде мына Өзбек қазақ этномәдениет орталығы бүгін үлкен іс-шара жасап отыр. Соған келіп ынтымағымызды көрсетіп отырық Өзбек этномәдениет орталығында. Бұл енді айтып жүргенде біздер бір туғанбыз ғой, бұлай айтқанда. Кешегі ашаршылықта бір-бірін өмірден аман алып қалған. Кешегі соғыста бабаларымыз, аталарымыз бір окопта жатып бір-біріне оқ атпаған. Бүгінгі мынандай заманда соның жалғасы табысын тауып жатыр, ары қарай жемісін беріп жатыр ұрпақтарына. Бүгін мінеге мына Өзбек этномәдениет орталығына рахмет. Мінеге бәріміздің басымызды қосып, мынандай шаңырақтың астында басымыз бірігіп, дастарханда отырып жатырмыз. Осыны жүрген жерде ұрпақтарымызға айтуымыз керек. Балдарымызды алып жүруіміз керек. Сайрам ауданы көп ұлтты ауданбыз. Көп ұлтты ұлт тұрады. Сайрам ауданымызда тығыз орналасқанбыз. Қазіргі заманда ең басты керек бізге ынтымақ керек, бейбітшілік керек. Президенттің өзі арнайы келіп, мінекей Түркістанға келіп, осы жерде достық үйін ашып, өзі жаңа көріп Мирзоев, Өзбекстанның президенті арнайы осы жақтағы біздің жерлестерімізді марапаттап жатыр. Орден беріп жатыр өзінің қолыменен. Сол құтты болсын, осы ынтымағымыз жоғалтпайық, жігіттер. Амна бүгінгі
ish-sharamiz o'ta yaxshi dengayda o'tib жатыр. Осындай ынтымағымыз әрдайым ажырамасын. Қазақ, өзбек, бауыр халық бір тармақтан тарайды екеуі. Ағайынбыз, бәріміз доспыз. Мынау Сайрам ауданы өте киелі аудан. Осындай ауданымыз, облысымыз, мемлекетіміз дами берсін. Осында жасап жатқан халықтардың бәрі аман болсын, бай бақуатты болсын. Жастарымыз білімді болсын, тәрбиелі болсын. 2018-yili Qozog'iston Xalqi Assambleyasi boshchiligida Qozog'istonda O'zbekiston yili doirasida 26-iyun kuni Astana shahrida Qozog'iston Xalqi Assambleyasi va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi millatlararo munosabatlar va xorijiy davlatlar bilan do'stlik aloqalari borasida memorandum imzolandi. 5 yil davomida mazkur memorandum bandlariga asosan ish yuritildi. 2023-yil 4-oktyabr kuni Toshkent shahrida mazkur memorandum, ya'ni anglashuv memorandumi prolongatsiya qilindi, ya'ni cheksiz muddatga uzaytirildi. Bundan tashqari, yaxshi qo'shnichilik aloqalarini rivojlantirishda xalq diplomatiyasining o'rni mavzusida xalqaro anjuman o'tkazildi. Har yili do'stlik dasturxoni, kitobxonlar konferensiyalari, palov festivallari, xalqaro ofarin ashula va raqs tanlovi, lazgi festivali, otalar choyxonasi, onalar bayramiga bag'ishlangan tadbirlar, oq yo'l talaba, test bilimdoni, sport tinchlik elchisi nomli musobaqalar xalqimizning tilini, madaniyatini rivojlantirish, qadriyatlarimizni hurmat qilish mavzularida ko'plagan tadbirlar Qozog'iston Respublikasi Do'stlik hamjamiyati, Turkiston viloyati O'zbek jamoatchilik birlashmasi tomonidan doimiy o'tkazilib turiladi. Bugun Turkiston oblasida O'zbek madaniyat markazi tomonidan uyushtirilgan O'zbek xalqining urf-odati, tillar bayramiga xush kelibsizlar. Mana Qozog'istonimiz gullab yashnayapti. Mana shu bayram bilan barchanglarni tabriklayman.
халықтың белгілі бір кезеңін, қай кезде туылғанын белгілеп, іргесін дәстүрлерден іздеген дұрыс. Сонда халықтың тұрмыс тіршілігі, мүдделерінің ауқымы, ойлау принципі, билік формасы, мінез бояулары, рух мүмкіндіктері толықтай бейнеленеді. Бірлік, ынтымақ, сабырлық пен парасаттылық ең алдымен өзімізге керек. Бірлігіміз болса, біз бір-бірімізді сыйлаймыз. Бұған дейін осылай болған, бұдан кейін де солай болуға тиіс. Бірліктің қадірін білу, оны тереңнен түсіну, байыпты бағамдау, сіздер мен біздерге жүктеліп отырған ауқымды міндет екенін ұғынуға міндеттіміз. Бір халық, бір мемлекет, бір тағдыр. Бұл формула мәңгілік ел жалпы ұлттық патриоттық идеясында көрініс тапты. Тағы бір айта кетерлігі, Қазақстан Халқы Ассамблеясы 5 институционалды реформаны жүзеге асырудың алғашқы жылымен тұспа-тұс келді. Ассамблея тарихы, біздің тұрақтылығымыздың тарихы, біз оны сақтауға тиіспіз. Бұл халық зердесі үшін, адамдардың достығы мен өзара түсіністігі үшін, біздің балаларымыз бен немерелеріміз үшін ең басты мәселе. Түркістан өңірінде жалпы 2 миллионнан астам халық тұратын болса, соның 25% біздің этнос өкілдерінен құралады. Этнос өкілдері біздің Түркістан өңірінде жиі орналасқан. Түркістан өңірінде 11 этномәдени бірлестік өз жұмысын жасап келе жатыр. Оның жанында, ассамблеяның жанында бізде 6 құрылым жұмыс жасайды. Олар ақсақалдар кеңесі, аналар кеңесі, медиация, ғылыми сарапшылық топ, жастар ассамблеясы, осы 11 этномәдени бірлестіктермен бірге осы елдің бірлігіне, қоғамдық келісім мен ынтымаққа шақыруға бағытталған жобаларды, іс-шараларды жүзеге асырып бірлесіп жұмыс жасауда. Соның бірі біздің өзбек этномәдени бірлестігі, ең үлкен этномәдени бірлестіктің бірі десек болады. Өзбек этномәдени бірлестігі әсіресе бізде Сарыағаш ауданында, Келес ауданында, Мақтаарал Жетісай ауданында, Төле би ауданында, Түлкібас ауданында, сонымен қатар Кенттау, Сауран, Түркістан қаласында ең үлкен басым бөлігі осы Сайрам өңірінде шоғырланған. Өзбек этномәдени бірлестігінің жалпы белсенділігі өте жоғары. Неге десеңіздер, әр салада болсын, экономикалық жағынан болсын, кәсіпкерлік жағынан болсын, әр салада өздерінің үлестерін қосып келе жатқан азаматтар. Қазығұрт ауданында Өзбек этномәдени бірлестігінің төрағасы мынау Жаулан еліміздің бастамасымен Қазақстан Республикасы Өзбек Ассоциациясының қолдауымен, Түркістан облысы Өзбек этномәдени бірлестігінің қолдауымен бүгін Тұрбақ ауылында үлкен іс-шара өтті. Мына бүгінгі іс-шараға көршілес Өзбекстан Республикасынан бір топ меймандар келіп тұрды, қош келіпсіздер дейміз. Өзбек қазақ халқы бір атаның баласы. Базарымыз бір, мазарымыз бір, қосымыз қойған, қосымыз қозыған аралашқан халқымыз шындай болып қалады. Бүгінге мына іс-шара жолған өлкеміз халықаралық достығының мустақилдығына деген бір кәдімгі іс-шара. Бізде мына Қазақстан Халқы Ассамблеясының негізгі мақсаты
Мемлекетімізде тұратын 136-тан астам ұлттың өкілдерін бір шаңырақтың астына топтастырып, мемлекетіміздің дамуына үлес қосып саналады. Солай болып өмір сүріп жатырмыз, солай болып та келеді. Бүгін іс-шарамыз құтты болсын, сәттілік тілейміз. Ағымдағы жыл Қазақстан мен Өзбекстан арасында тарихи және үлкен саяси жыл болып артта қалады. Себебі 8 тамыз күні Астананың төрінде қазақтың ұлы ойшыл ақыны Абай Құнанбаевтың рухани ұстазы, түрки халықтарының шайыры Мір Әлишер Науаиға үлкен махаббатты ескерткіш орнатылды. Сол ескерткішті ашылуына Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы және Өзбекстан Республикасының президенті Мирзиёев, Шавкат Миромоновичтар келіп, оны бір салтанатты түрде ашып берді. Сол жерде біз өзіміз болдық. Қасым-Жомарт Кемелұлының бір жақсы сөзі құлақтарда елестейді. Бұл деген сөз, еншісін алмаған өз ағаларымызға, яғни өзбек халқына Мір Әлишер Науаидің ескерткішін ашылуы бұл қазақ халқын үлкен құрметі деп айтты. Шын мәнінде өзбекті өз ағам деген қазақ халқы осындай бір керемет іс-шараны өткізіп, Мір Әлишер Науаидің ескерткішін ашылуға ықпал жасады. Ал енді Абай Құнанбаевтың да ескерткіші Ташкенттің төрінде тұрғаны білеміз. Жыл сайын енділік келесі жылдан бастап осы Әлишер Науаидің жылдың басында туылған күндерін, тамыз айында Абай Құнанбаевтың туылған күндерін осы ескерткішін алдында өткізіледі. Мен тағы бір үлкен саяси жаңалықтарды айтатын болсам, екі мемлекеттің басшылары кездескен кезінде жаңағы екі мемлекет арасында визасыз жүру біріншіден, екіншіден IT картаменен өтуді қолға алуды ортаға салды. Енді бұл Қазақстан Республикасы парламентінде ратификация болатын болса, біз ойлаймыз, бұған біз қол жеткіземіз. Бұл үлкен жаңалықтардан бірі. Екі халықтың, екі мемлекеттің басшылары аман болсын. Қазақ өзбек халқының бірлігі мәңгі болсын. Орталық Азия мемлекеттері арасында беделі арта берсін. Mintaqada qardosh Qozoq-O'zbek davlati rahbarlarining iliq va do'stona munosabatlari hamda xalq diplomatiyasini oliy darajada olib borilayotganligi tufayli bugungi kunda Qozog'iston va O'zbekiston davlatlari orasidagi yaxshi qo'shnichilik aloqalari har tomonlama rivojlanmoqda. Bularning hammasida Qozog'iston Xalqi Assambleyasining munosib xizmatlari bor. Poytaxtimizda birinchi xalqaro xalq diplomatlari kongressi bo'lib o'tdi. Unda so'nggi yillarda xalq diplomatiyasi borasida amalga oshirilgan ishlar tahlil qilindi, yangi istiqbolli hamkorlik yo'nalishlari ham ko'rib chiqildi. Diplomatiyaning yurakdan yurakka intiluvchi ko'rinishi tanishmi sizga? Aslida bu fenomenga deyarli har kuni, har davrada duch kelamiz. Sababi insonlar, madaniyatlar va urf-odatlar, umuman dilga yaqin barcha tushunchalar ayni shu usulda mushtarak bo'ladi. Bu xalq diplomatiyasidir. Shanxay hamkorlik tashkilotining xalq diplomatiyasi markazi tomonidan tuzilmaga a'zo davlatlar bilan madaniy gumanitar sohadagi ikki tomonlama samarali hamkorlik faol davom ettirilib, ularning shu yo'nalishdagi yutuq va tajribalari o'rganib kelinmoqda. Turli mamlakatlarning soha vakillari bilan do'stona munosabatlarni yanada mustahkamlash, yana ko'plab yo'nalishlarda aloqalarni kengaytirish maqsadida tashkil etilgan ilk kongressda dunyoning 12 ta mamlakatidan hamkor tashkilotlar vakillari, diplomatik korpus va milliy madaniy markazlar faollari ishtirok etdi. Bugungi kun asosiy masalalardan biri Markaziy Osiyo davlatlari orasida yaxshi qo'shnichilik aloqalarini rivojlantirishda, madaniy ma'rifiy tadbirlarni o'tkazishda, qolaversa elimizga, yurtimizga taniqli bo'lgan mutafakkir, shoir, olimlarni tug'ilgan kunlari, yubileyini hamkorlikda o'tkazishda xalq diplomatiyasi juda katta o'rin tutadi. Har bir to'qnashuvlarni oldini oladigan ham mana shu xalq diplomatiyasi. Xalq diplomatiyasini rivojlantirishda har bir inson ziyoli, madaniyatli, o'qimishli va to'zimli bo'lishi kerak. 2024 жылдың басында орын алған солтүстік Қазақстандағы су тасқынының салдары бүкіл қазақстандықтар үшін үлкен сынақ болды. Қазақстан Халқы Ассамблеясы жүректен жүрекке жобасы аясында
су тасқыны салдарынан зардап шеккендерге 770 миллион теңге көлемінде көмек қолын созды. Сонымен қатар, Түркістан облысы Өзбек мәдениеті қоғамдастығы 46 миллион теңге көлемінде құрылыс материалдары, киім-кешек, азық-түлік, көрпе-төсек, гигиеналық заттар жеткізіп берілді. Бұл бүкіл Қазақстан халқының ауыр жағдайда бір-біріне қолғанат, серіктес және тату екі халық арасындағы достықтың берік екендігіне дәлел болды. Достық пен татулықты тереңнен түсіну, бағалау барлық қазақстандықтарға жүктеліп отырған ауқымды міндет екенін ұғынуға міндеттіміз. Қазақстан халқыға бірден мынау халқымыздың арасында гәп бар ғой, су баласынан, от баласынан сақланың деген. Бұл ел 2024 жыл Қазақстанға бір кәтті бір сынақлық еллардың бірі болды. Яғни Қазақстанда жүдейім көп жайларына су басыш халаты пайда болды. Көплеген милләтташларымыз, көп mana şu қазақ халқының ауылдары, шәһәрләре су басыш ақыбатта жүдейім бір қиын ахвалға түсіп қалды. Mana şu халатта біздің Түркістанлықлар, Түркістан облысында yaşayan barcha millatdoshlarimiz bir bo'lib, birikib, mana shu suv bosgan ellarga yordam qo'limizni cho'zish maqsadida xalqimizning orasida ko'p yumushni amalga oshirdik. Alohida aytadigan bo'lsak, mana shu Turkiston shahar va Turkiston oblasidagi barcha bizning millatdoshlarimiz, biznes sohasida ish qilayotganlar, xizmat qilayotganlar hammasi oyoqqa tik turib, mana shu Qozog'istondagi suv holatini yordam berish, suvdan zardab chekayotgan xalqimizga yordam berish maqsadida juda katta ishlarni amalga oshirdik. Jami 49 million tangalik mahsulot yig'ildi. Mana shu har bir joylarda o'zlari nimaga muhtoj bo'lsa, mana shu zotlarni yetkazib berishga harakat qildik. Shaxsan Turkistonning o'zidan 3 fura tayyorladik bizlar. Mana bir joylarga yotadigan ko'ykalar kerak bo'ldi, botilar kerak bo'ldi, oyoq kiyimlar, issiq kiyimlar kerak bo'ldi. Mana shuni butun oblastimiz bo'yicha joylarga yetkazib berishgacha, ana shuni oxirigacha yetkazishga biz harakat qildik. Biz bir ulut bo'lib eseptelemiz. Qozoq bilan o'zbekning hech qanday ayirmachiligi yo'q. Dinimiz bir, tilimiz bir, mazarimiz bir bizning. Bazarimiz bir. Qozog'istonda bo'lib atgan tabiiy ofatlar, har xil жағдайлар bo'lib o'tdi 5-6 yil ko'lamida. Sol Maqtaralda bo'lib o'tgan suv tasqinida birinchilardan bo'lib ko'mak qo'lini cho'zuga biz harakat jasab, qo'limizdan kelgancha bizning Sayram audan o'rtalig'ining jigitleri var, xalq bilan birlashib, kasbgarlar bilan birlashib, bir qo'limizdan kelgancha bir 1,5 ming shibirni aparib topsirdik. Arsa bo'lgan o'qiqalarda har kuni ol yerga birinchidan adam ko'p bo'lgan degan tamoq kerak bo'ldi. Mana bu yil bo'lib o'tgan Soltүстүк Qozog'istonda bo'lib o'tgan suv tasqinidan zardab chekkanlarga Turkiston облысы O'zbek etnik madaniyat birlashmasining төрағасы Bahodir Ismetov bilan birlashib 46 milyon 600 ming tengalik zat jiberildi. O da Sayram audanının baribir o'rni bo'lakcha. Sebebi Turkiston облысы O'zbek etnik madaniyat o'rtalig'ining eng ulkan O'zbek ulti o'rnalasgan Sayram audanda bo'lib esepteledi. Audanda 172 mingdan astam O'zbek ulti ömür süredi. Ular barlig'i qozoq tilini yaxshi mengirgan, prezidentning siyosatini qo'llab quvvatlaydi. Muhtaram yurtdoshlar, men 1989 yildan boshlab O'zbek millati uchun ochilgan madaniyat markazida ishtirok etib kelaman. Shu yillar davomida qancha rahbarlar, raislar kelib ketdi. Hammasi o'zi millat uchun, xalqimiz uchun, vatanimiz uchun qo'ldan kelgan xizmatlarni bajardi. Badriddin haqida ikki og'iz gapirib ketmoqchiman. Bu inson 2017-yili Turkiston viloyatiga rahbarlik qilganda 11 tumanga 11 oyda O'zbek maktablarida test bilimdonligini o'tkazib, qancha o'quvchilar grant bilan o'qishga tushib, qancha yuzlagan ota-onalarning olqishga sazovor bo'ldi. Har oyda har tuman raislarga odam soniga qarab 50 mingdan 100 minggacha oylik bergan. 20 yil davomida
715 milyon tengalik hamilik qilib, bütün ta'lim sohasida, sport sohasida, bütün respublikaga taniladigan ajoyib ishlar qildi. Ana shuning ishlarini davom etkazadigan kelajakda yoshlar bo'lsa, ne ajab. Ana shularni kutib qolamiz azizlar. Essiz bolalikni qoldirib ortda, umr o'tmoqdadir, umr o'tmoqda. Qoldirib qoldirmay iz bu hayotda, umr o'tmoqdadir daryo misoli. Qoldirib qoldirmay iz bu hayotda, umr o'tmoqdadir daryo misoli. Keksalik mo'ralab eshik qaqmoqda, bolalik qaytadan qaytarilmoqda. Bizdan erta kunga nelar qolmoqda, umr o'tmoqdadir daryo misoli. Bizdan erta kunga nelar qolmoqda, umr o'tmoqdadir daryo misoli. Біздің отанымыз тәуелсіз Қазақстан. Бұл қасиетті жерде барлық адам тең. 130-дан астам ұлт және этнос өкілдері бір ата-ананың баласындай осы елдің болашағы үшін, дамуы үшін ауызбіршілікте өмір сүруде. Кез келген елдің қуаты оның халқының бірлігінде. Еліміздегі татулықтан, бейбітшіліктен, бірлік және берекеден жүректерде мақтаныш сезімі оянады. Бақыт бағалай білгеннің ғана басында тұрады. Ең асыл қазынамыз, бірлігімізді көзіміздің қарашығындай сақтай білсек, барлық асулардан асамыз. Арысымыз тасып, айбынымыз аса берсін. Болашаққа бірге қадам басайық. Вознесется выше облаков.